Сол Мысырда оқып жүрген кезімізде сол осылардың бір уағызы шықты. Сол жерде бір бауырымыз былай уағыз айтты. Братья мұсылмандар дейді. Орыс тілінде уағыз айтты. Дін өте жеңілдік. Алла Тағала Құран кәрімде "Фанкиху ма тауба лакум минан ниса масна ва суласа ва руба". Сендер өздеріңе ұнатқан 2, 3, 4, 4 қатын алсаңдар болады деп айтқан. 4 қатын алыңыздар, братья мұсылмандар, алу керек дейді. Және бұл жерде фанкиху әмірмен айтты, бұйрық айтыр. Бұйрықпен айтты, алу керек. Егер сол 4 әйеліңіз сізді ғажаптандырмастан бір ұрыс жанжал болып, бір-біріңізді түсінемей айтсаңыздар, 4-еуінде талағын беріңізді, және 4-еу ал дейді. Это просто дейді. Себебі дін сізге осы нәрсені рұқсат еткен мәселе дейді. Сол кезде мен сол бауырымыздың телефонын таппадым, телефон соқтым келді сол шетел Египеттен. Бауырым, сен туған әпкең ба, қарындасың бар ма? Мен де это просто қылып көрейінші, қалай болар екен? Біреудің қызы ғой ол. Қалай это просто қыласыз сен? Біреудің қызын алады екенсің да, это просто қылып жібере салады екенсің. Сөйтіп қайттан это просто қылып біреудікін алады екенсің. Камри секілді болып кетті да, ана Камриді мініп жүреміз да. Сөйтіп ұнамай қалса досымызға звондаймыз ғой. Бауырым, мынау машинаны білесің ғой, жақсы машина керек емес пе, саған арзан берем дейміз ғой. Жарайды, жібер, алып көрейін. Қазір бұлар 2-ші әйел, 3-ші әйелді осындай қылып жатыр. Өткенде бір қара көзіміз 13-ші мәрте некесі қиылыпты. Бірінші әйелін істей алмайды олай, 2-ші әйелдерін істеп жатыр. Досына звондайды: брат, мен тоқалымды жіберемін қазір, керек емес пе саған дейді. Ал жібер көрейік дейді. Ол аяқтан күтіп алады. Сөйтіп пәтерге барады да, өзі секілді бір-екеуін шақырып некесін қиятсы жерде, имам бұл жерде жоқ, білмейміз кімдер екенін. Сіз бірнеше уақыттан кейін қайттан 3-ші братқа звондайды: брат, мен тоқалымды жіберемін, керек емес пе? Иә, керек, жібер дейді. Бір қара көзіміз айналып жүр ғой ортада. Не, Расулалла осыны алып келді ме бізге не? Ойыңды осы жібереді Алла Тағала ертең сені. Біреудің қызы, ол аманат саған берілген. Пайғамбарымыз ең соңғы хұтпасында не деп айтты? Алейкум ниса деп қайталай берді Расулалла дейді. Әйелдеріңе сақ болыңдар. Ертең Алланың алдында әйелдерден қатты сұраласыңдар. Тіпті ғалымдар айтады, имам Науауи үйленбей бойда өтіп кеткен еді дейді. Әйел мәселесінен қатты қорққанынан. Ертең Алланың алдында сұралады екен ғой мен. Әйел мәселесі өте қатты мәселе. Сахабалар айтады, әйел адамдар айта берді Расулалла, біз ішімізден Расулалла осы жерде тоқтайсызса болар еді деп ойлап отырды дейді. Пайғамбарымыз соңғы хұтпасында көп айтты: әйелдеріңе бекем болыңдар, ертең қатты сұраласыңдар. Бірақ бір бауырымыз это просто сол нәрсені: бауырлар, мен ұлларым бар, мен қызым бар. Мен қызымды ертең біреу сөйтіп это просто қылатын болса, мен оны қаламаймын. Оны сіз де қаламайсыз. Бірақ бұл бауырларымыз не деп жатыр? Жоқ, это просто дейді. Дін солай. Дін, сен садаға кетсін дін саған. Пайғамбар ешқашан бұндай дін алып келген жоқ. Біреудің қызын это просто қылатындай. Біздің ата-бабаларымыз дұрыс алған бірнеше әйелдерді. Бірақ сен сияқты это просто қылған жоқ олар. Олар не істеді? Құранмен, сүннетпен олардың ақысын берді. Әділдік қылды олардың арасында. Осылай қазақтың санын көбейтті олар. Сен не істеп жатсың? Бүгін аласың, ертең жібересің, қайттан басқасын аласың, жібересің. Не нәрсе бұл? Сұраласың ертең Алланың алдында. Себебі әйел адам некелеспей тұрған кезде оған шахват көзбен қарау харам еді саған. Алла субханала ва тағала ортаға түсіп, екеуіңді адал қылып бір-біріңе. Бірақ саған серт бергізді. Сен ант іштің сол кезде. Мойныма алам, аманат алам деп мойныңды алып алдың сен. Аманатқа қиянат қылатын болсаң, ертең жауап бересің. Бірақ бауырларымызды қарасаңыздар, Құран мен сүннетпен жүреміз дейді. Құран мен сүннетпен жүру бауырлар ондай емес. Әйел адамдарды ондай соншалықты қорғау ол дұрыс емес. Бәлкім Құран кәрімде 114 сүре болатын болса, соның ішінде бір сүре толық Ас-Сурат Ниса деген сүре бар, әйелдер сүресі бар. Ас-Сурат Rijal, еркектер деген сүре жоқ Құранда. Құран кәрімде әйелдер деген бірнеше беттен тұратын сүре бар. Алла субханала ва тағала әйел адамдардың дәрежесін көтерді. Расулалладай адамзаттың асыл тажы пайғамбарымыздың өзін дүниеге анасы алып келген еді. Аналарымызды құрмет ету бұл дінімізде бұйырған мәселе. Бірақ бірнеше уақыттан кейін сол бауырымыздың екінші уағызы шықты. Бауырлар, извиняюсь перед Аллахом, перед мұсылманом дейді. Оказывается, ол талақ бере сал жай нәрсе емес екен ғой ол. Бір ғалымдар оны харамға шығарған екен. Біреулер ондай деп айтқан екен, мұндай деп айтқан екен деп сөзінен қайтып кетті. Мына екі уағыздың арасында қаншама жас айырылысып кетті. Өз бетінше білім алған адамдардың сөздері осындай болады. Имамдар ұстаздан білім алды. Ұстаздардың ұстаздары бар. Жоғарыға кете берсеңіз, жоғарыда Расулалла тұр.
Әл-илм бит-талаққи дейді пайғамбарымыз. Білім ол ауыз екі ұстаз көрумен болады дейді. Бұл бір бауырымыз қарайтын болсақ, өз бетінше білім аламын деп не болып жатыр? Осындай көптеген мәселе көтеріліп кетті. Дінімізде, оның ішінде жастар, жаңа айтқанымыздай, қыз балалардың құқықтары қорғалмай жатыр. Егер бірінші әйелімен де сондай нәрсені это просто қылатын болса, үй екіге бөлінеді, бизнес екіге бөлінеді. Заң сондай ғой. Айырылысатын болсаң, 50% әйеліңе кетеді дүниең. Оларға ол керек емес. Ал екінші әйелі ЗАГСтен өтпеген, мешітте тіркелмеген, оның құқығы тапталады ана жерде. Ешкім оны жақтай алмайды. Қара көздеріміз кімге айтуын білмейді. Кімге барып жылауын да білмейді. Бірақ басында сол некесі қиылғанға шейін өлердегі сөздерін айтты солар. Құранмен, ой, сүннет, міне шариғат, міне дін. Бірақ арты жаңадай болып кетті. Біздің шариғатымыз ешқашан жесірдің санын көбейтуге, жетім балалардың санын көбейтуге бұйырмайды біздің дініміз. Бәлкім сол жетімдерді, жесірлерді қорғауға, соларды қамқор болуға, сондайға бұйырған еді ислам дініміз. Пайғамбарымыз сол нәрсені істеген еді. Бірақ қарап отырсақ, Құран мен сүннетпен жүреміз деп, істеп жатқан істерін қарайтын болсақ, мүлдем керісінше нәрсе істеп жатыр. Құранға қарама қайшы амалдарға өтіп кетті.